Сәлем достар, есімім Жанерке. Дәл менің видеома тап болғаныңыз үшін өте қуаныштымын. Және де осы видеоны көрмес бұрын маған тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде апта сайын жаңа видеолар шығады. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы топ 5 менің наставниктерім туралы болады. Жалпы наставник деген кімдер? Олар менің ойымша көптеген мақсаттарға жетуге деген шабыт беретін және көптеген сен білмейтін дүниелерді білуге қандай да бір себеп болатын жандар деп есептеймін. Мен осы видеода өзімнің топ 5 наставник, яғни ұстаздарым туралы бөліскім келіп отыр. Осы видеоны көрген әрбір жанға пайдалы болады деп есептеймін. Жалпы менің парақшам осындай дамуға арналған көптеген видеолардан тұрады. Менің наставниктерім кімдер? Мен үшін топ 5-ші орындағы наставник бұл Сайдмұрат Давлатов деген. Бұл кісіні мен осы жақында ғана танып білдім. Дегенмен де көптеген интервьюларын, біршама кітаптарын көрдім. Маған өте ұнады. Бизнесмен, көптеген бизнес бар адамдардың өміріне ерекше өзгеріс әкелген жан деп есептеймін. Есептеймін емес, жалпы сондай адам. Және ең әуелі маған әрбір ютубтан және тағы да басқа жерлерден көрген сөздері, көп берген мәліметтері маған сондай шабыт береді. Және мен білмеген дүниелерді осылай екен ғой деген сияқты көптеген білімді жалпы қарапайым ютубтың өзінен біле алдым. Мүмкін осы секілді тұлғаны таба алмай жүрген болсаңыз, қарап көріңіз, мүмкін ұнап қалар. Топ 4-ші орындағы наставник бұл Гүлжанат Нұрышева, яғни фудблогер, көптеріңіз білетін шығарсыздар, бизнес women, қазіргі тілмен айтқанда. Бұл кісі несімен шабыттандыра алды? Қарапайым өмірден миллионер жетістікке жеткен әйел адам ретінде, Қазақстандағы номер 1-ші әйел адам алтын батырмасы иегері ретінде мен үшін өте мен бұл кісіні примерно 2019-2020 жылдардан бері, может одан да ерте қарап келем. Жылдан жылға өсу өмірі менің көз алдымда. Сол себепті неге осындай қарапайым жаннан миллионер адамға жету бұл мүмкін емес деген түсінікті меніңше көз алдында жойған адам. 3-ші орындағы мен үшін болған наставник бұл Фариза Түрәлі. Бұл тұлғаның да мен үшін шабыт берер кездері мол. Оның ағылшын тілін үйреніп қазіргі уақытта Америкада оқып жатқаны және де деген қолжетімді түрде әйел адамдарға қазіргі таңдағы тренд болған бизнес, торт жасау өнерін пайдалы, сапалы түрде жеткізу арқылы және психология әлемі туралы қыздарға кеңінен қазақ менталитетіне сай қылып таратылуы осы кісінің арқасында деп түсінемін. Көптеген курстар бар, оған да қатыстым. Қазіргі уақытта білмеген нәрселерімді ой түйіп біле алдым десем де болады. Шынымен де мотивацияға толы жас адам ретінде шынымен де шабыт берді. 2-ші орындағы наставник бұл Аюка Бош, яғни бұл бьюти саласының тұлғасы, бьюти блогер. Неге бұл кісі наставник бола алды? Себебі менің ең маңызды әрі басты алған, өзімнің өміріме енгізе алған нәрсе бұл мінез. Істесем, не ойласам соны кәдімгідей істемей қоймау деген сияқты кәдімгі мақсатқа, арманға деген мінезді өзіме осы кісінің арқасында қалыптастыра алдым десем де болады. Және елдің көп күші жете бермейтін нәрселерді жасағаны, мысалы қазіргі уақытта оның 3-4 бизнесі примерно айтқанда бар. Ал бұл кейбір адамдар үшін мүмкін емес нәрсе сияқты. Бірақ на самом деле мүмкін. Номер 1-ші орындағы мен үшін наставник ол Балқия Балтабай деген кісі болады. Неге? Өйткені бұл біріншіден психолог, коуч, тренер және ең маңызды дүние ол қазіргі психология бізде батыстан келді ғой, сол нәрсені қазақ менталитетіне сай қылып дін арқылы, яғни көзімді ашты десем де болады. Себебі осы кісі арқылы дінге көптеген білімдер алдым. Курстар бар, қаншама адам осы кісі арқылы көптеген жетістікке жетіп жатыр, себепкер ретінде. Сол себепті шынымен де мотивация беріп, қарапайым эфирінің өзі көптеген білімді игеруге бірден бір себеп береді. Менің ойымша адам не көріп, не айтса, нені көрсе, көз алдында не болса соған айналады. Осындай биік жетістікке жеткен тұлғалардың арқасында қазіргі уақытта көптеген мақсаттарды жүзеге асыруға деген белгілі бір қазіргі өзімнің деңгейімдегі шабытты және өзімнің деңгейімдегі кішкене болса да
қадамдарды жасауға себепкер бола алды деп ойлаймын. Біздің елімізде осындай жандардың барына өте қуаныштымын. Сол себепті, құрметті оқырмандарым, осындай секілді біздің өзіміздің арамызда да тұлғалар бар екенін ескере жүріп, өздеріңізге белгілі бір ой түйер дүниелерді қараңыздар дер едім. Бүгінгі видеода бар айтарым осы. Келесі видеода жолыққанша, келесі видеода кездескенше